Әлем баршаңызға бүгін сэндвич жасаймыз. Сэндвичтің қамырын хот-догтың қамырындай етіп илейміз. Менің каналымда хот-догтың қамырын қалай илеу керек екені туралы видео бар. Төменде сілтемесін қалдырамын. Ашыған қамырымызды бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Мен үйге жасағандықтан өлшемей бірден жасадым. Егер сатуға жасайтын болсаңыздар, 110-120 граммнан жасайсыздар. Қамырымызды видеодағыдай домалақтап аламыз. Домалақтанған қамырды ұнға батырып, видеодағыдай жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін бетіне шемішке маймен жағып шығамыз. Одан кейін бір бүктеп алып, тағы да шемішке майды жағып, кармашқа ұқсатып, тағы бүктейміз. Жиектерін қолымызбен өстіп бүгіп аламыз. Мына осындай форма жасаймыз. Шемішке майды жаққан кезде тек ортасына ғана жағамыз, жиектеріне жақпаймыз. Ол кезде шеттеріміз бүгілмей қалады. Барлық сэндвичтеріміз тапаға салып, бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Әдемі көтерілгеннен кейін бетіне жылы су жағып, кунжут себеміз. 180 градустан жоғары ысып тұрған духовкада 30-35 минутта пісіріп аламыз. Піскен сэндвичтің арасына кетчуп пен майонезді араластырып жағып, салатный листья, колбаса, огурцы, помидорды салып осылай дайындаймыз. Ас болсын. Сіздер де үйде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.